Gelgile balдар, бүгін сілерге Вьетнам ел жомоғу. Аламда жоқ жылан. Көркем оқығандар Назгүл Бейшеке. Болот Назар. О, Шакир! Илгери. Bir қыштақта қалпайтып мақтанғанды абдан жақсы көрген кіші жашаптыр. Bir күні жуңгіліге отынға кеткен ал, қайтып келіп аялына мындай деп тұрғаны. Мен бүгін жуңгіліден ұшындай бір чоң жылан көрдім дейсің. Тимене ұқмыш. Андайды біздің жет атауыз көрмегені ас келгенсіп, тоқымдарымыздың жеті муыны өткенше ешкім көрмесе керек. Пай. Қалып айтпасам анын турасы 20 тықок, ұзыны 120 тықок екен. Баса, тықок дегені 43 сантиметрді білдірген Вьетнамча ұзындық өлчөм екен. Анын қалып айтмай ататын білген аялы ұят қармай болып сұрау ұзатып тұрғаны. 120 тықок болышы мүмкін емес. А балким 80 тықоктыр. Білбе, 80 тықок деле оңай емес. Ова, ұзындығы 80 тықок болчу. Дейт қалпышы аялының шекшініп қалғанын байқап. Uzunluğu 80 tığokluk жылан болбойт го. Балким 60 тığoktur. Дейт аялы баш шайқап. Ова, 60 тықок болчу. 60 тığok дегенің деле өтөле аша чапкандык го. Сен қандай шөнбеген демесің? Болыптыр. 40 тықоктық жылан көрдім деп қояйын. Мынчалык ұзындықтағы жылан болбойт. Балким ұзындығы 20 тığokluk жыландыр. 20 tığokluk жыланды деле ешкім көрген емес. Ова, 20 тықок ұзындықтағы жылан болчу. Тура айтасың. Дейт ақыры аялын ішендіргеніне құдыңдаған қалпышы қолдорын екі жаққа керіп. Ошондо сенин жыланыңдын туурасы 20 тığok. Ова. Узуну 20 тığok болсо, анда ал 4 чарчы экен да. Деп қатқырып жіберген айнакер аял күйесінің қалпын шығарып қойыптыр. Которгон. Кубанычбек Аркабаев. Жайылталы кеңелге сыры жатқан тереңде Рухеш ТВ дегенге